Сәлем достар, қалайсыздар? Үйіңізде ескі полотенце болса, соны лақтыруға асықпаңыздар. Сіздерге қазір күшті нәрсе көрсететін боламын. Бас өлшемдеріңізді өлшеп аласыздар. Менікі 59 сантиметр шықты. Сол бойынша осы полотенцеден өлшеп кесіп аламыз. Ұзындығы 59 болса, соған мен 2 сантиметр тігіске қосамын, және 6 сантиметрдей тағы да артықтай кесіп аламын. Сразу 59 сантиметр кесіп алмаймын, артықтау қылып кесемін. Видеоға мұқият қараңыздар, сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді мен 8 сантиметр қылып алдым. Жан жағынан 1 сантиметр тігіске кеткенде 6 сантиметр болады. Сіздер өзіңізге қарайсыздар, қалай. Жіңішке болса, жіңішкелеу қылып жасауға болады. Бәрін осылай сызып, өлшеп аламыз, және соны қиып аламыз. Енді маған дәл осындай қиып алған екіншісі керек болады. Дәл соны қойып үстінен сызып аламын. Енді екі жағын кішкене доғалдау қылып қиып аламын. Енді осы жерді біздер айналдырып тігіп шығамыз, және кішкентай жер қалдырамыз тікпей. Себебі оң жаққа айналдыру керек болады бізге.
Карандаштың көмегімен оң жаққа айналдырып алуға болады. Жаңа тігілмей қалған жерімізді енді оң жаққа айналдырғаннан кейін тігіп аламыз. Енді повязкамызды бір-біріне ұстату үшін осындай липучка бар. Осындай липучканы екі жағына тігіп шығамыз. Қараңыздар, осындай әдемі повязка шығады. Бұл повязка бізге не үшін керек? Бетімізді жуғанда, боянғанда керек болады. Қалай, ұнады ма сіздерге?